Мына негізі өмірде күйеу мен әйел үйленгеннен кейін уақыт өте бара байқап отырсам, өзің әйелің ғой, енді бір-біріңе үйреніп қалған соншалық туысқаның айналып кетеді екен де. Ұяласың ғой, содан бар ғой кәдімгі. Туысқаннан қорқасың өзі бар ғой. Еще ол ренжейді, еще саған бар ғой. Сен что-то маған соңғы кез вообще жақынданбай жүрсің деп жаңа. Туысқаннан қалай жақындайсың, енді бұлар сенге ұят қой енді демде де. Тек әйтеуір сыйлық әпере бересің, әйтеуір ештеңе айтпаса екен деп әйтеуір. Мына ер жігіт үйленгенде, мына машинаның күшімен алғанда, енді бар ғой, объем деген бар. Объем есептегенде ер жігіт 6 деген объеммен үйленеді екен ғой. Бүкіл жігіттерді қарасаң, үйленіп тұрған жігіттермен бітіп тұратын. Білмейді да артынан не болатын, қайтысынан білмейді ғой жаңағы. Әйелдер келін болып түскен кезде 1-3 деген объеммен кіреді. Жаңа, Kia Rio деген машиналар ғой. Акцент, жаңағы Hyundai. Ештеңе жемей, жаңағы ештеңе. Ешкіммен шаруасы жоқ, өзімен өзі жаңағы. Сол бітеп, 1-3 объемы. Сол тойдың өзінде уже, той біткенше уже объем жинап тұрады уже бар ғой. Тойға кірген кезде 1-3, той біткенде уже 1-8 болып тұрады уже бар ғой. Айналадағын бәріміз біліп алады да, анау кім, мынау анау, нормально, мына шаңыраққа вроде нормально, 6-ға дейін жетуге болады ғой деп жаңа. Уақыт өте бара 1-8, 2 болады. Бір күн қарасаң өзімен өзі 2-8 болып жүреді уже да. Сөйт не керек? Ер азамат пен әйел адам уақыт өте, где-то бір 40 жасқа келгенде екеуінің объемы теңеседі екен. 3-3 болады екен. Содан 40-тан жоғары қарай әйел адамдар күшейе береді. 3-9, 4, 4-8. Біз еркектер төмендей береді екенбіз объемдарымыз үшін. 3-3, 2-8, 2-5, 1-8. Ешкіммен шаруаң жоқ. Өзі 1-3 боласың өзі бар ғой. Ештеңе жемейсің, гибрид қылып жібереді керек болсаң бар ғой даже. Өзі батарейкамен жүресің өзі бар ғой өзі. Кейбір әйелдер вообще минусқа кіргізіп жібереді ғой вообще әйтеуір. Сол үйдің адамысың әйтеуір, болды әйтеуір. Ештеңе шешмейсің, ештеңе жемейсің, өзімен өзі кәдімгі. Расымен не қылай қарасаңыз? Неге? Өйткені біз еркектер өзіміз кінәлі екенбіз. Үйленгенше пысық болып жүресің ғой. Қалыңа қарында falan алып. Өйткені алу керек. Алғаннан кейін, семья болғаннан кейін, үйдің ішіндегі жұмыстың бәрін әйелге жүктеп қоямыз. Банктен кредит алатын болсақ, өзің барып алмайсың, әйелің жібересің. Бар сен сұраш деп жаңа. Сен сұраш бар, сен сұраш, мен ұяламын, сен сұраш. Әйелің бар, кредит алуға кіріп кетеді, банктан да кіріп жүреді жаңа. Бердім. Біреуден бар, қарызға ақша сұрайтын болсаң, әйелің жібересің. Бар сен сұраш, сен күш сұрайсың деп. Оказывается, қарыз сұрап, кредит алып, күшейе береді екен ғой объемдар бар ғой. Өзіміз екен ғой кінәлі, күшейтіп қойғанымызда уже бар ғой. Үйге қонақ келсе де саған алғыс айтпай, жеңгеңе рахмет деп отырады да уже. Дастархан жаятында сол бәріне уже. Біз өзіміз күшейе береміз кішкентай. Үйдің ішінде кім басқарып отырғанын киінгеннен білуге болады. Екі ерлі-зайып киінгеннен білуге. Екеуі де жақсы киініп жүрсе, значит, үйдің ішінде 50-50. Екеуі де басқарып отыр. Егер үйде жеңгеміз жақсы киініп жүрсе, ағамыз баладан қалған киім, қаладан бері жіберген киімдер, 11 бітіргенде киіп қалған киімдері баяғыдағы. Сондаймен жүрсе, значит, жеңгеміз басқарып тұр деген сөз. Ал екеуі де нашар киініп жүрсе, значит, ағамыз басқарып отыр деген сөз. Не өзі киінбейді, не әйелін киіндірмейді. Расымен сондай ғой жаңа. Өзі бір трикомен шлепкін киіп алып жүре береді қысы жаз жаңа. Әйелмен бірдеңе киінді, саған кім қарайды деп қояды жаңа. Әйел адамдар өзі күшейе береді. Біз еркектер не екенін білмеймін. Осындай бір концертке, бір көпшілік жерге келсек, біз еңсемізді биік ұстап жүру орнында керісінше жаңағы ұялшақ болып кететін кездеріміз болады да, өзіміз. Мына концерт келгенде көреміз, біз анша қарап тұрамыз. Жеңгелеріміздің қолында билет. Қатар-қатарды өзі қарап жүреді. Орнынан өз тауып алады. Сосын күйеуі анандай жерде тұрады, есіктің қасында. Біз еркектер көпшілік жерге келсек, зависать етіп қаламыз бар ғой бүйтіп.
лотерия болып қалады да, қайда келген білмей қаласың да үйге. Жеңгеміз ана орын тауып алады да шақырады. Мында кел, мына жерде екенбіз, мында кел, мында кел. Анау үшін тұрады ғой ағамыз. Точно ма деп, ей мында кел құрса осы жер ғой деп, келші мына жерге деп жа. Мен осы байқаймын, осы қас соңғы кезде автобус аз ба, адам көп па, білмеймін енді. Сондай жерге автобусқа кіріп қалса қыстырылып жатыр. Қаз автобустар сондай кіріп қалсаң бір адам бетке бет тұрады. Мына қарап қалсаң тағы біреудің бет тұрады да. Құрсын төмен қарап тұрады, кішкентай біреудің бет тұрады жаңағы. Қайда қарайтынын білмейсің де қыстырылып жатасың енді. Сондай кезде телефон шыр ете қалса, біз еркектер телефонды қайда салған ұмытып қаласың. Анау шырылдап жатады, үсті басын сипап кетесің ғой. Телефонды аласың, сондағы жауап берген түріміз мынандай. Сосын звондаймын. Бір жерде отырмын, сосын звондаймын деймін. Амна әйелдерге риза болатын жеңгелеріміз. Автобустың ішінде отырмам, үстінде отырмам. Жабыстырған адамды итерпеп, түтші құр жабыспай. Телефонды алады, бар даусын, қай жерде отырса. Ала! Қалдарың қалай жақсы ма? Барсаң да жан жақта Қалима жалғыз дейді ғой. Құдалар келіп жатыр, мен автобуста келе жатырмын. Әншейінде шұбырып жатырған бір мәшіне жоқ, бәрі гулянкіде жүр дейді. Бүкіл автобус, ол кім, Қалима кім, құдалар кім болып келіп жатыр, той қай жерде болайын деп жатыр. Барлығын біліп тұрады, біз қазақ тыңдап тұрамыз ана сөйлеп жатырған. Үші ең соңында бүй деп қояды. Ладно, қалған сосын айтамын, жерде адамдар тұр деп қояды. Бәрін айтты саған үші бар ғой. Біз өзі киінгенде де үйленгенше киінеді екенбіз ғой, өзіміз бар. Үйленгеннен кейін бізге ақша беріп бар киініп кел десе, біз еркектер бірінші бутиктан киініп келеміз, болды. Ар жағында тағы бутиктар бар екен, біз білмейміз да, біз базарға кіресіне сұрады, ана киіп кетіп қаласын. Сосын өздері алады. Бізге киім алғанда әйелдер, ой, тек бүйтіп қарайды да, нормально, өзі кет, өзі келмесе әкесі кер, так, нормально. Өздеріне ақша беріп киім алуға жіберсең, 3 күн жүреді ғой, бір киімді алмай. Алдың ба десең, ана жерде бүй бір жоқ. Екінші күн алдың ба десең, ана жерде вообще киім жоқ. Шуба алатын болса, вообще өзі бармайды ғой. Қасында подружкасын ертіп барады. Әйел адам психологиясы ғой. Негізі өзі ала алады, бірақ анау көрсін дейді. Ішін удаяшқысы келіп тұрды анам барған. Қасында подружкасы таратушы ғой. Шуба алды анау деп айтатын жаңағы. Жалғыз өз барса ешкім естімей қалады да шуба алғанын. Негізі мен байқаймын, осы аналарымызға, аруларымызға, әйелдер қауымына, тіпті ақындар, ғұламалардың өздері жақсы сөздер арнағанды. Ананың махаббаты, ананың жүрегі, ананың алақаны, тіпті ананың табан астына дейін қасиетті қылып қойғанды. Біз еркектерге осындай сөзді аяды ма деймін да, мысалы. Мен бір зерттеп қарағам, әкелерімізге, аталарымызға, біз жігіттерге бір дұрыс сөз жоқ екен. Ренжімеңдер айтайын, е? Атаң басы, әкең аузы, бір дұрыс сөз жоқ та бізде бір байқап отырсақ, кілең бір сондай сөздерді арнап тастағанда бізге. Жақсы, бізге ондай сөздер арнамай қойса, ол аналарымызға, үйдегі біздің әйелдерімізге, ұл қыздарымызға, оларға лайықты. Олардың еркелеп жүргені, еліміздің тірегі, жанұяның тірегі, осы ер азаматтардың арқасы деп білем. Ер азаматтар аман болыңыздар. Әрқашан биік жүрейік. Сайысымызды одан жалғастырайық. Екінші жұпты ортаға шақырайық.